Менің балам псориаз деген аурумен 7 жыл ауырды, 7 жыл бойы. Апармаған жерім қалмады, Ташкентке апардым, Бишкекке апардым. Осы жерде емдеттім, бірақ ешқандай ем көмектеспеді. Соңында бір жаңағы емші бір кісі бар еді, соған бардым, ол кісі емдеп жүрді да, маған айтты, мен енді емдей алмаймын. Үсті қан жылап, андай көйлектердің не қылғанда қанап кеткен ана жаралары. Жазып берген өнімдердің барлығын алдым. Бәрін, толық алдым, 3 айдыкін бірден. Содан кейін оны бердіп, 10 күннен кейін өзім мынандай болды, мынандай жағдайға келді. Өзі түсірген балам, енді оның беті, басы бәрі қатып қалған еді жарадан да. Оны енді ұялы балам түсірмеді. 10 күннен кейін осындай результат болды баламда. Қазір Құдайға шүкір, бәрі жақсы болды. Одан кейін мен өзім зоб деген аурумен ауыратын. 10 жыл бойы гормональный дәрі іштім. Қазір гормональный дәріні ішпеймін. Құдайға шүкір жақсы болып кеттім. Сіздерге рахмет, Алла разы болсын.